Күні кеше ғана Шерханмен жұп болдыңдар, құтты болсын. Шыннан айта салайық хайп. Ол видеода тек қана екеуің ғана да? Сондай бір үйде жүру, жігіттермен бірге тұру вообще неге сен үшін қалыпты жағдай ма? Бәрі ойлайды негізі мені қыз емес деп ойлайды. Негізі көбісі 100% деп айтсам артық емес. Осыдан бір ай бұрын сенің ерекше бір сезімің ашылды, ол редакторға, иә? Жылап жүрсің. Аз уақыт өтті, бірақ уже Шерханмен жұп болдың сен. Мен күткен жоқпын ол нәрсе эфирде шығып кетеді деп, шынымды айтайын да. Сосын мен түсіндім, ол адамның минустарын көре бастадым уже. И сонымен артқа шегіндім. Одан кейін бірден ержігітке үміткер болып пайда болдың. Мен өзім тоқтаттым. Тоқтаттым. Маған ұнаған жоқ. Ержігітті жамандаған емес, просто иногда шамға тиіп тістеп сөйлейтін өзінің несі бар оның. Ержігіт бар, Дархан бар, Шерхан бар, әртүрлі типтағы жігіттер, иә? Сезімің сенің примерно жарты жыл сайын әртүрлі типаждар болса ма?